Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың, оқсайсың жас балаға, ош етімен бош етіне жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір ғана ма, деп ақын Қасым Аманжолов жырлағандай, бүгін мен туған жерім Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Қаскелең қаласы туралы баяндаймын. Қаскелеңнің тарихымен бірге танысып, көркін бірге тамашалайық. Алматы облысындағы үлкен қалалардың бірі Қаскелең. Ол Қарасай ауданына қарайды. Алматы шекарасынан 10 шақырым жерде жатыр. Қаскелеңнің негізі 1860 жылы қаланған. Қаскелең деген атаудың шығу тарихына қатысты түрлі деректер, аңыздар бар. Тарихшылардың бір дерегіне сүйенсек, сол маңайдағы өзен тау басынан тіке түсіп, алыстан көзге бірден көрінетін болғандықтан, сондағы жұрт оны Қаскелең деп атап кеткен екен. Сол өзеннің бойында Қалмақ ауылы өмір сүрген. Араларынан аты өзеннің құрметіне қойылған Қаскелең деген батыр шығып, атағы жан-жаққа тараған. Қазіргі Қаскелеңнің атауы сол батырдың құрметіне қойылуы мүмкін дегенде деректер бар. Қаскелең қаласында Ұлы Отан соғысында ерекше ерлік көрсеткен батырларымыздың құрметіне өшпес ерлікті нышандайтын мәңгілік алау тұтанған болатын. Елім, жерім деп құрбан болған батырларымыз мәңгілік тәуелсіз ұрпақтың жүрегінде. Еліміздегі беделді жоғарғы оқу орындарының бірі Сүлеймен Демирел атындағы университет те осы Қаскелең қаласында орналасқан. Бұл білім ордасын 1996 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркия президентімен бірлесе отырып ашқан. Қазақ тарихына көз жүгіртсек, еліміз тәуелсіздігін алған уақытқа дейін талай тарландар тәуелсіздік жолында мерт болғанына куә боламыз. Еліміздің еркіндік жолында жасалған қадамдардың барлығына тарих куә. Осыған орай Қарасай ауданының 90 жылдығын мерекелеу аясында Қаскелең қаласындағы орталық алаңға даңқты Қарасай батырдың 11 метрлік еңселі ескерткіші тұрғызылды. Ол кейінгі жастарды елжандылыққа тәрбиелеуге қосылған үлкен үлес деп білеміз. Сонымен қатар Шапырашты Наурызбай батырдың 2006 жылы 300 жылдық мерейтойына орай Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен Алматы облысының Қарасай ауданының аумағындағы биік төбе басына ескерткіш орнатылған еді. Еліміздің дамуын қаласақ, елдің өткенін бағалап, ардақтап, болашаққа мақтанышпен көрсетуіміз қажет. Осы жолда бірегей батыр бейнесін жоғалтпай, даралығын таныту жолында Шапырашты Наурызбай батырдың тарихи ескерткішінің маңызы зор. Қазіргі тарихи шақта тәуелсіздік кеңістігінде күндей жарқырап, отаншылдық рух пен туған жерге деген махаббат сәуле шашып тұруы керек. Меніңше, әр қазақстандық өз елінің картасына көз салып, байтақ өлкесін, туған жерін мақтан тұтуға тиіс.